Баялдыдан, яғни баклажаннан тойымды салат дайындаймыз. Қысқа жауып немесе тоңазытқышта сақтап жесеңіздер де тойымды, витаминге бай, пайдалы ас болып желінеді. Ал кеттік. Баклажандарды пияз, сәбіз, қызыл болгар бұрыштарын, қызанақты, сарымсақты жуып, майдалап 4 бұрыштап турап аламыз. Қазанға сұйық май құйып, алдымен пиязды, сәбізді, болгар бұрышын, баклажандарды қуырамыз. Соңында қызанақты қосамыз да, татымына қарай тұздаймыз, бұрыштаймыз. Баланс үшін аздап қант себеміз де, қақпақ астында баяу отта 25-30 минуттай бұқтырамыз. Дайын болғанда майдаланған сарымсақ пен аскөк қосып, араластырып, қақпағын 5 минут жауып қоямыз. Болды, осымен баклажаннан пайдалы салат дайын. Тамақ орнына суықтайда, ыстықтайда жеуге болады. Етке қосымша гарнир ретінде де, нанға жағып жесеңіз де дәмі тіл үйреді. Дәмін бір рет татсаңыздар қайта жегіңіз келеді. Ал астарыңыз дәмді болсын ағайын.